Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтінше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтінше сөйлесең, бұл күйініш. Халел Досмұхамедұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи сәулет өнері, дәстүр мен жаңашылдық. Осы сабақтан білетіндеріңіз заманауи сәулет өнерінің өзіндік ерекшеліктері және сәулет өнеріне қатысты термин сөздер. Қазір назарларыңызға заманауи шетелдік сәулет атты бейнеролик ұсынамыз. Қазіргі заман шетел сәулеті көптеген стильдік беталыстармен сипатталады. Олардың ең маңыздылары қатарына модернизм, хай-тек, деконструктивизм, метаболизм, биотек, параметриялық сәулет, экологиялық сәулет кіреді. Модернизм 20 ғасырдағы бас кезеңінде пайда болып, бүгінгіге дейін ең басты жөнестілердің бірі. Оның шеңберіндегі романтикалық функционализм немесе конструктивизм беталысы айрықша бөлініп, сәулетші Сантьяго Калатрава оның жарқын ұстасы ретінде көзге түсуде. Бұл стильдің негізінде күрделі конструкциялық бастама, сонымен бірге көркем экспрессия және жарқын образ бар. Хай-тек стилі көркемдік тұлғада ойластырылған, конструкциялық формаға негізделген беталыстың жалғасы Париждің тарихи орталығында орналасқан Жорж Помпиду мәдени орталығы ғимараты. Бұл стильдің алғашқысы. Ғимараттың коммуникациялар егер ылғи ішінде жасырынатын болса, енді бас қасбетке шығарылып, оның сәулетінде басты рөлге ие болды. Сонымен қатар суперграфика элементтерімен және актив түстермен безендірілген. Хай-тектің бүгінгі кезеңде жарқын уәкілі британиялық сәулетші Норман Фостер. Хай-тек стилінің анық және таза құрылымына керісінше логикаға жатпайтын экспрессивтік форма мен композициясы кездейсоқ құрастырылған деконструктивизм стилі. Деконструктивизм ұсталары сәулеттік кескіндерді әдейілеп сындырады. Олармен ойнағандай форманы гигант мүсіндік композицияларға жақындатады. Сәулетшілер Фрэнк Герри, Питер Айзенман өз шығармаларында бұл мүмкіндіктерді анық көрсетіп тұр. Жапон сәулетшілері Кензо Танге мен Кисе Куракава негізін салған. Оның сәулеттік кескіндері ешқашан қатып қалмаған. Керісінше, уақытқа қарай тірі денедей өсетін метаболизм сәулеті бірнешелеген жаңа беталыстардың дамуына себепші болды. Олардың ішінде композициялық құрылымына жақын биотек және параметриялық сәулет болып табылады. Бұл стильдер композициялық тұрғыдан өте күрделі. Көбінесе қисық кескінді сәулеттік шығармалардың пайда болуына түрткі болды. Инновациялық технологияны қолдану, соның ішінде ең үлгілі техника жетістіктерін, цифр әдістерін сәулеттік жобалауға пайдалану параметриялық стильдің ерекшелігі болып саналады. Бұл беталыстың жетекшілері сәулетшілер Заха Хадид, австриялық фирма Сома, Энрик Руиз Гели, Томас Хезервик, қоршаған ортаны қорғау мақсатымен бой көтерген экологиялық жобалау принципі құрылыстарды, табиғи, таза материалдарды қолдану және оларды қайта пайдалану. Ең алдымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбына өзек болып отырған дәстүр және жаңашылдық ұғымдарының мәнін бірге анықтап алайық. Сабақтастық деген мағынаны береді. Ғасырлар бойы қалыптасып, сұрыпталған әдет-ғұрыптар, жол-жобалар, көзқарастар. Ал жаңашылдық дегеніміз новация, бұрынғы тәжірибе мен жемістер ішіндегі заман талабына жауап беретін, болашаққа кең жол ашатын аса маңызды ізденіс әрекеттер. Дәстүр мен жаңашылдықтың ортақ байланысы неде? Диалектикалық бірлестікте болып, ескі мен жаңаны жалғастырады. Тарихпен бірге дамиды. Өндірістің базисі ретінде өзгеріске ұшырап отырады. Қазақстандағы модернизм үлгілері ретінде Алматыдағы бірнеше ғимараттардың суретін беріп отырмыз. Сіздерге тапсырма. Осы ғимараттарды қарап, оның қандай ғимарат екенін анықтап көріңіздер.
Өздеріңіз байқап отырған боларсыздар. Бірнеше суреттер берілген, сіздер қай стильге жататындығын анықтайсыздар. Бұнда берілген суреттердің ішінде Нұр-Сұлтан қаласындағы Достық пен келісім сарайы биотек стилі, Хан Шатыр биотек стилі, Нұрлытау кешені хай-тек стилі, солтүстік шамдары, яғни Северное сияние шағын ауданы хай-тек стилі, сондай-ақ барлық сауда орталықтарында кездесетін мына тектес орындықтар параметриялық сәулет өнеріне жатады. Тамаша, жарайсыздар. Ал қалған жаңашыл стильдерді өздеріңіз қарастырып жүргендеріңіз абзал. Құрметті оқушыларым, міне, бүгін біз өздеріңізбен сәулет өнері, оның тарихы атты үлкен бір бөлімді тәмамдап отырмыз. Бүгінгі алған біліміңіз ертеңгі болашағыңыз. Сондықтан да әрбір өзіңізге қажет деп тапқан ақпаратты теріп, игілігіңізге жаратып, өміріңізде де дәстүр мен жаңалықтың басын тоғыстырған талапты азамат болыңыз деген тілекпен сабағымызды аяқтаймыз. Білім алаңында жүздескенше.